Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. 1 мамырдағы жағдай бойынша елімізде 2.297.000 зейнеткер тұрады. Жыл басынан бері 1 триллион теңгеден астам зейнетақы төленді. Оның 337,4 миллиард теңгесі базалық зейнетақыны төлеуге, 761,5 миллиард теңгесі ынтымақты зейнетақыны төлеуге бағытталды, деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі әрбір алушыға оның зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі ескеріле отырып жеке тағайындалады. 1 мамырдағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120.686 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 82.851 теңге, базалық зейнетақы 37.831 теңге деп хабарлайды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.